Өмір алаңы ол сынақ алаңы. Біздер сынаққа келгеннен кейін ұдайы күрес, ұдайы өзіңмен даму, ұдайы жақсылық шеңдігінде әрине кері фактор болады. Мына физиологиялық тұрғыдан да қарасақ, қарама-қайшы күштер болады. Сол күшті мен қанық түстерге теңедім. Қара түсті қолданбаймын. Өмірдің түстері алуан. Белгілі бір нәтижеге жету үшін менің ойымша сондай күрделілікті өткеру керек тәрізді. Сол қанықтықтан ашықтықты меңзеймін. Ашық түстерді қанықтықтан кейін жеткізем. Соның ерекшелігі. Бұл өнер, бұл ұлы өнер, себебі дәл қазіргі әлем нарығы, ол көш бастап кеткен әртүрлі нарықтардың шеңдігінде біздің жас мемлекетіміз әр қарай осы дамуын, осы өнерді үлкен нарыққа шығару барысындағы бірқатар идея ойларымды жүзеге асырудамын. Қазір мысалға, бұл коллекция алдағы уақытта барлық мына балалардың қолында болады деген толықтай менің ойым бар, себебі бұның біздер массасын кеңінен көбейтіп, сондай нарыққа шығару барысында жұмыс жасаудамыз. Бұл арнайы коллекциялар болады. Бұны танымал адамдар өздерінің мына кеңселеріне немесе әртүрлі интерьерлік тұрғыда тақырыптарына сәйкес, кәсіптеріне сәйкес бұның әртүрлі тақырыптарына арнап, соны жасауына әбден негіз бар. Сонымен қатар балаларға бір ерекше ықылас беретін коллекцияларды жасау барысындамыз. Бұл нарыққа кең көлемде шығару. Мысалға, осының сериялары. Белгілі бір тақырыптарға сәйкес. Мысалға, мұнда идея, эмоция, білім сериясы, немесе мәдениет. Бізде 5-ші жеке шығармашылық көрмем өтуде. Бүгін 19:00-де болады. Әлемдік Шаратон коллаборациясымен жасап, мына бизнес динамикасы деген жеке шығармашылық көрмемнің бүгін ашылуы болады 19:00-де. Жақсырым, енді сұхбаттарыңыздың бірінде идеяны барынша табыс көзінен алдырудың жақсы бір қызық мысалдарын келтіріп айттыңыз. Мен бір қарап шыққан кезде, кішкентай кезіңізде, бәріміз ойнадық, әлгі фишка дегендер болушы еді ғой. Соның арасына пружина ма сондай нәрсені қойып, оның барынша секіргіштігін артырып, сондай балалардың арасында өз ортаңызда бизнес жасап жүріпсіз деген естідім. Демек, өнерге сондай бір тапқырлыққа кішкентай кезіңізден бері қызығасыз ба? Айта кетіңіз, қалай келдіңіз? Себебі ол енді бала кезден бар. Мысалға, біздерге балық шағымызда мына ақша санатқызып қоятын еді. Әдейі сондай бір түпкі санаға байлам болсын деп. Сосын ата-анамыз ерте жасымыздан байқады бізге өнерге құштарлық бар екендігін. Сол өнер мен кәсіпті байланыстырса, онда бір әлемде жаңартпа енгізуге әбден мүмкіндік бар. Мысалға, кімнің өнері мықты, соның кәсібі мықты. Жаһан төңірегіндегі алпауыт тақырыптар, алпауыт компаниялар, олар әлбетте өнерге негізделіп жасалады. Тіпті ғылым төңірегінде де әртүрлі көліктің дизайны болсын, немесе архитектураның ішкі сыртқы құрылымдарын, оның барлығын сол мүсіншілер, суретшілердің қолынан шыққан дүние. Тіпті киім өзінде де. Бұны біз арнайы идеямен жасадым. Мен де байқап отырмын. Маталардан қосып, Сандуғаш ханым, қолыңыз деп көрмесін.